Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза Рабатова. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі дәмді болып шығатын бананды панкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті ингредиенттерімізді дайындап алуымыз керек. Бізге жұмыртқа, қант, сүт, ұн, банан және де қопсытқыш керек болады. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен екі жұмыртқамыздың ағы мен сарысынан ажыратып алатын боламыз. Ағын салатын ыдыс міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы керек. Осылай ақ пен сарын ажыратып болғаннан кейін қантты теңдей екі бөлікке бөліп, жартысын аққа және жартысын сарыға салып, ең алдымен ағымызды екі есе ұлғайып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Ең алдымен жай жылдамдықпен миксерлейміз, әр минут сайын жылдамдығын көтеріп отырамыз. Осылай өзінің формасын жақсы ұстағанға дейін миксерлеп алуымыз керек. Ыдысымызды төңкергенде құламау қажет. Енді біз сарымызға алдын ала қантымызды салып алған болатынбыз. Соның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап тұрып блендерлеп аламыз. Блендерлеріңіз жоқ болса, миксерлеп алуларыңызға болады. Және де қазір дәл осы массаның үстіне банан салатын боламыз. Бананды алдын ала шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Блендер болса, блендерлеп барлығын толық бір келкі масса қылып аламыз. Міндетті түрде бананды толық езіп алуларыңыз керек. Егер толық езбесеңіздер, ішінде үлкен түйіршік болып қалуы мүмкін. Енді ағымызға дәл осы бананды массамызды қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бір бағытта араластырыңыздар, біздің ағымыз басылып қалмауы керек. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұнды екі бөлікке бөліп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық барлығын араластырып болғаннан кейін біздің массамыз осындай әдемі әрі үлпілдек масса болып тұруы керек. Енді біз табамызды қыздырып, табамызға осы бананды панкейктерімізді салып барлығын пісіріп алатын боламыз. Егер де табаларыңыз жабысатын болса, онда кішігірім май жағып пісіріп алсаңыздар болады. Панкейктердің осылай тесіктері шыққаннан кейін келесі бетіне аударып, тағы да келесі жағын пісіріп алатын боламыз. Және де сіздерге тағы бір нәрсе айта кетейін. Қақпағы болса, қақпағын жауып пісірсеңіздер, жылдам әрі тез піседі және де өте керемет нәзік болып шығады. Осылай барлығын толық пісіріп алатын боламыз. Біздің панкейктеріміз дайын болды. Өте нәзік әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Дәл осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде дәл осы бананды панкейкті жасап көріңіздер.